Әлемдегі адамдардың құқықтарының бірдей болуы сізге қалыпты нәрсе болып көрінуі мүмкін. Алайда бұл әрқашан олай болған емес. Көп уақыттар бойы күші көп адамдар ғана зорлық, зомбылық көмегімен өмір сүріп келді. Ғасырлар мен дәуірлер бойы революциялар мен соғыстар прогресспен қатар жүріп келді. Ал 20 ғасырдың басында әлем екі дүниежүзілік соғысты бастан кешірді. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемді дамытуға бірдей көзқараспен қарайтын мемлекеттер ұйымы Біріккен ұлттар ұйымы құрылды. Біріккен ұлттар ұйымының бастауымен адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы құрылды. Бұл құқықтар бізге қайырымдылық ретінде берілген жоқ. Бұл құқықты алу үшін біз ештеңе беруге міндетті емеспіз. Бұл құқықтар бізге берілді, өйткені біз адам баласымыз. Алайда әлемнің түкпір-түкпірінде құқықтары бұзылып жатқан адамдар аз емес. Сонымен қатар, біздің ғаламшарымыздың ресурстарын қолдануымыз біз ойлағаннан гөрі әлемге үлкен әсер етеді екен. Жаһандық ресурстар әділетті бөлінбеген. Сол себептен бай адамдар байи береді, ал кедей адамдар кедей болып қалуда. Сондықтан Біріккен ұлттар ұйымы тұрақты даму мақсаттарын құрды. Бұл мақсаттарды орындау арқылы адамзат теңсіздікке, климаттың өзгеруіне және де кедейлікке қарсы тұра алады. Бұл мақсаттар орындалса, барлық адамдардың құқықтары мен жағдайлары тең болса, әлем қазіргіден де жақсарушы еді. Біріккен ұлттар ұйымының тұрақты даму мақсаттары осыған жетудің бірден бір жолы.